Қазіргі таңда осы Ақтау қаласында жол көлік оқиғасының көбі осы мопед жүргізушілермен болып отыр. Оны өздерің де біліп отырған шығарсыңдар да. Оның салдары өздерің білесіңдер. Дене жарақатын алып, каска кимейді, артына екінші адам салып алады, одан кейін жүк салып алады. Түнгі уақытта білесіздер, видимость шамалы қазір. Мысалы, орталық көшелерде қаланың ішіне шыққаннан кейін мопедпен жолдың жиегімен жүру керек негізі мопед. Білесіздер ғой да? Жаяу жүргіншілер өтпесең өтетін кезде пешеходы переходтан ұстап өту керек мопедті. Сондықтан да мопед жүргізген кезде өте сақ болу керек. Жас балдарсыңдар сіздер, мұқият болу керек. Сіздерге қазір Чоко, Глоба, Вольт қой да? Үш нема доставка беретін компания сіздерге. Солар любой жерден доставка берсе, қала аумағынан, демалыс базаларына, Тельман, Ақшұқыр, барлығы бағытқа шығып кетесіздер сіздер. Өздеріңе қауіпті. Сендер өздерің жол ережесін көп білмейсіңдер. Мысалы, жол ережесін білгенде де қатшылдамықпен келатады, мысалы, басқа бір автокөліктер. Байқамай қаласыңдар. Қатардан қатар ауысу кезінде артыңда автокөлік байқамайсың. Үлкен жүк көлігі болуы мүмкін, басып кетуі мүмкін. Сондықтан да сіздерге қазір түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Осы Ақтау қаласы полиция басқармасының атынан. Қасыңыздан қосымша кетіп бара жатқан мопедтер болса, ескертіп айтыңдар. Асығып кетіп бара жатасыз. Оның ар жағында қауіп тұрған ойланбайсыз. Түсінемін, жұмыс жоқ дейсіз, басқа дейсіз, нәпақа табу дейсіз. Дегенмен жол қозғалыс ережесін бұзбау. Жол қозғалыс ережесін қатаң сақтап, жол қозғалыс ережесімен бірдей жүретін болсаңыз, патрульдік полиция қызметкерлерінің тарапынан ешқандай әкімшілік хаттама жасалмайды.